Сәлематсыздар ма балалар? Біз бүгін әдебиеттік оқу пәнінен су тіршілік көзі деген тарауды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Ақбас торғай ертегісі. Оқу мақсатымыз шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау. Бүгінгі сабақта біз ертегімен танысамыз, шығармаға жоспар құрамыз және әңгімелейміз. Су тіршілік көзі, өйткені су табиғаттағы барлық тіршілік атауының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесінде де су көп болады. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыз құстар туралы болғандықтан, мына құстар туралы видеоны тамашалаңыздар. Көктем жаршысы. Көктем басталысымен жылы жақтан топ-тобымен жыл құстары ұшып келеді. Ең алғашқы болып көктем хабаршысы ұзақ қарға келеді. Содан кейін бозторғай мен қараторғайлар ауылға келеді. Ауылға қараторғайлар келісімен күннің көзі ашылып, күн жылынады. Оның артынан аққу, қаз-үйректер топ-тобымен ұшып келе бастайды. Олар жолдың талай қиындықтарын бастан кешіреді. Биік асулардан асып, жолдарынан адаспай, туған жерге топ-тобымен ұшып келе бастайды. Құстар біздің досымыз. Сондықтан да ата-бабамыз құстарды қадірлеп, құрметтеген. Оны балаларының құстардың атын қойып, батыр ұлдарын сұңқарға, бүркітке, торғайға, қыздарын әнші бұлбұлға, адам досы қарлығашқа, тоты құсқа, сұлу аққуға теңеп ат қойған. Сонымен қатар, біздің дана халқымыз құстардың мінез қылығына, іс-әрекетіне қарап та, келесі күннің көктем, жаз, күз, қыстың қандай болатынын алдын ала болжаған. Бәр ғажабы, бұл болжамдар қай-қайсы болмасын, шындыққа айналып дәл келген. Мәселен, құстар ертесімен жем іздеуге асықса, күн жауын-шашынды болады. Шағала келсе, сең бұзалады. Қаз бен үйрек суға шомылып, қиқулап, қанаттарын қомдап, мазасызданса, ауа райы бұзылады. Қызғышқыш кешкілік ән салса, ертеңгі күн ашық болады. Кептер гүрілдеп шуласа, жылылықтың нышаны. Қарлығаштар аспанда самға биік ұшса, күн ашық, төмен ұшса, жаңбыр жауады, жел тұрады. Бозторғай ән салса, күн ашық болып, торғай шаңға аунаса, жаңбыр жауады деп болжам жасаған екен. Көкте қалықтаған құстар адамның досы деп жатамыз. Қазақтың аңыз ертегілерінде құстар туралы көптеп мысалдар болса, ақын жазушыларымыз құстарға арнап өлең жырларын, мақалаларын, зерттеулерін көптеп жазған. Бұған дәлел Өтебай Тұрманжановтың «Құс ұясын бұзбайық» деген өлеңнен аңғаруға болады. Ей балалар, балалар, аман болсын аналар, құстарда да ана бар, кім сүймейді баласын. Осыларды еске түскенде бір ойланып қаласын. Өсіруге баланы құстар ұя салады, жасауға жұмсақ ұяны, жабағы жүнді жияды. Жайлығып жасап ұяны, жұмыртқасын салады, бір қуанып қалады. Тырнақтай құстың жауы көп, құс ұясын бұзбайық, жұмыртқасын алмайық, обалына қалмайық. Ендеше, осы Ақбас торғай ертегісін тыңдап, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. 79-ші сабақ. Ақбас торғай ертегі. Ертеде бір жылдағы 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр тамбапты. Жер бетіндегі мәуелеп өскен ағашта, құлпырған әсем гүлдерде, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырақтарда, шыжыған
тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын қарастыру үшін көп болып жиналып кеңес құрыпты. Сонда құстардың бірі: теңіз жағалауына барсақ, кебірсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой. Бірақ ол тым алыс. Енді не істесек екен? Депті. Ақ тырна. Оның шарасы жеңіл. Теңіз жағалауынан шоқып, бір арық қазсақ, судың өзі ағып келеді депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп, теңіз жағалауынан арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана жаным қиналмасын деп төбе жағын аппақ қып бояп алыпты да, құстарға: қылшылдаған жас емес, қырқылжыңның бірімін. Басымда қарда. Бұл жұмысқа қайтып атсалыспақпын депті. Құстар оған қалсаң қал дегеннен басқа ештеңе айтамапты. Сөйтіп құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып, арық қазуға жапа тармағай аттаныпты. Олардың шоқи-шоқи тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірердей болыпты. Олар ыстықтан шаршап, өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстап алып, жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Сөйтіп олар 7 күн, 7 түн тынбай еңбектеніп, теңіз жағасынан арық тартып әкеліпті. Су ағып өткен алқап жасыл түске еніп, гүл бәйшешек құлпыра ашылыпты. Бұны көріп шаттанған құстар шаттық әнін шырқап, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бормен бояған манағы торғай ғана іш құса болып жабырқайды екен. Қанат қағып шарықтауға, ән шырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп, басын да көтере алмапты. Қанша жуып арпалысса да, басындағы ақ борды кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазірге дейін ақбас торғай деп атайды екен. Ендеше мына сұрақтарға жауап берейік. Мәтін неліктен ертегіге жатады? Ертегіні басқаша қалай атауға болады? Ертегідегі ең басты тақырып не деп ойлайсыңыздар? Ертегінің мазмұнын толықтай түсініп алсаңыздар, ертегі бойынша берілген суреттерді ретімен қойып, ертегіні әңгімелеңіздер. Келесі тапсырмамыз су тіршілік көзі деген пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін мәліметтер санын 5-ке жеткізіңіздер. Үлгі: су тіршілік көзі, өйткені деп ары қарай өздеріңіздің пікірлеріңізді жазасыңыздар. Үйге тапсырма: ертегіні бөліктерге бөліп, ат қойып әңгімелеңіздер.